Tapşırmayı жаздыңарбы? Енчілі аттардың жазылышы. Buraya akın çıktı. Aygerim, sen dejurnusun sen al. Ағай, Нұржан, мен ордыма дежурный болам дейді. Қала берсін бе? Emnege? Ағай, мен ешке шықпайлы қойыншы. Meyli Aygerim. Sen işe bara ver. Рахмат, ағай. Sen emne işe çıkmay atasın? Жөнде. Қолым үшіп қалады. Meyli, жылы ұрап отыра ver. Апам Россиядан келгенде маға жылы қолғап ап келем деген. Apam Rossiyaga ketdi öyle. Оа, Атаңчы? атам да кеткен. Апам келгенде маға жылы қолға ап келем деген. Апаң келсе жылы қолғап саттырып. Бар отыр, сабағыңды сәр. Бұл эми учуларда мисалы мен сизге суроо едим. Бүгүн эмне деген сабакты өтөбүз деп. А сиз мага ошол убакытта эме суроо белгиси коюлат. А илеп белгиси мисалы эме балдар укпай тентек болуп жатса, эме мугалим сиз мисалы тура калып кыйкырганда эме ал илеп белгиси коюлат. А чекит белгиси бул кыска сүйлөмдөрдүн аягына чекит белгиси коюлат. Тоқтала. Отыр. Тапшырма түшүнүктүбү? Анда эмесе саламатта баргыла. Бара бергиле. Канабалдар, зата тоштун жөнделишин түшүндүңөрбү? Ооба. Эми тапшырманы үйдөн жакшылап аткарып келгиле. Макул. Кана,
Кимде жүрдү бүгүн? Темир сен кал. Калганыңар баарыңар эшикке чыккыла. Агай, мен де қалайыншы? Келчи бери. Ме кой. Апаң келгенде бересің. Апаң келгенде мындан да жақсысын алып береді. Барып ешкі ойнай. Бар ғой. Бар ғой. Рахмат ағай. Саламатсыз ба ағай? Жақсысыз ба? Саламатшылық. Мені таныдыңыз ба? Мен Нұржанмын. Сіздің оқушыңызмын. Барыңар танымай деле қалдым ғой. Бұл қызың ба? Ооба, қызым. Қолғапты көрдіңіз бе? Таныдыңыз ба? Сіз берген қолғапқа ұқсастырып тиіп қойғам. Апаң келді бе? Жоқ. Ал ошо жақта қаза болды. Атаңчы? Атам дагы ошо жақта қалды. Тағдырын жазған. Қайрат қыл. Балдарыңды жақшылап бақ. Бұтынан тұрғыз. Асманың түшіп кетсе дағы балдарыңды жанынан шығарып. Балдарының рызқысы өз өлі береді, Құдай тағала. Рахмат ағай. Жақсы. Жақсы.